Attoy. Attoy kim? Muhabbat bag'rimdagi. Sening бастық родноying. Айгүл, маған бір кофе. Sütpen ба? Жоқ, бокалмен. Извините, можете подписать? Қазақша сөйлемейсіңдер ма? Куда подписать? Көке, Серік аға жүреді жұмыс бойынша. Барсаң өз білет деді ғой. Қай Серік? Ма? Жоқ. Соксың? Ой, сәкең бе өзіміздің? Бол, документтерін. Сәке, өде. Документтерін әкел. Бәке, мен Татарстандамын ғой жаңаға. Алабуға стартта особая экономическая зонадамын ғой. Ой, көтеріліп кеттік қой қазір. Ана сестеріңкілер болса жібер деп айтайын деген ғой, 9 класс, 11 класстан кейін мына жақта оқуға қабылдайды. Тегін, перелеті барлығы тегін. Жататын жер комфортно. Еще оқып жүріп, сразу жұмыс істей беруге болады. Айлық жақсы. 250 мың теңгедей айлық алады мына жақта. Өзім істеп жатырмын, басы қасында жүрмін. Ресей мен Европадағы ерекше экономикалық зона ғой, Алабуға деген. Аха. Мына сізге. Нені пара беріп жатсың ба маған? Жатсың аға, мен фотограф боламын алдында, алам деп алмай кеттіңіз ғой фотоны. Мына жерде көзім жұмып қаптым ғой мен. Мына жерде жаспын. Мына жерде колледжде. Мына жерде мектеп. Сен не мен аңдып жүрсің ба? Папа, 10 мың теңге беріңізші, керек болып тұр. Қырғетте, шешеңнен сұра. Өз суреттерімді өзіме сатып жүріңіз. Қырғеттерге апарып сапқан рамка яғанды. Kiyinib aldım ben, qaramay turaman. Болдым уже. Болдың ба? Иә. О, Мына футболка ашты мені. о, ашты. Енді жауып ал, шалбар берейін. Мынаны бар ғой, бір әчкі. Богатыйлар киеді ғой бұны. Иә. Вот мынаны таза краштар киеді өзі. Вот мынаны таза бабни айуандар киеді. Ақшасы жоқтар не егеді? Ақшасы жоқтар? Ондай дайындап қойғанбыз ғой біз. Ақшасы жоқтар бар ғой, иә? Мынаны киеді міне. Ақшаң жоқ болса құры бар, нәбілсің бәқті. Аяқ киім бар ма бүгін? Неге ол? Аяққа кигенге да? Аяққа киеді ғой, иә? Дұрыс. Мынандай аяқ киімдер бар. Сол Европианан берейші. Европиано ма? Иә, кешке отырыс бар еді, как раз. Иә? Европиано егенде пиян болып қайту міндет емес, бірақ отырыстан. Қай сүңгілерді көріп жатсың, айта бер. Мына сүңгін берші. Мынау ма? Иә. Бұлар 15 мыңнан. Таза ақша шақыратын сүңгілер ғой бұлар. Ақшаны аласың, саласың. Осы сүңгін берсеңші маған. Қоя тұр бұл. Сатып алам көке. Жоқ, сатып алды. Бағасы көтерілді ғой бұның. Қанша? 40 мың. Жаңа 15 мың деп жатырсыз. Ой, нәкесі алсаң ақпасаң қазір 40 мыңға. Қазір хазайын келеді, тегін алып кетеді ол. Мына аяқ киім қанша қалдың сен? 50 мың қалдым ғой. Бізде 33 мыңнан ғой бұлар. Қалайсың? Бір аяғы 33 мың. Ойнап айтып жатыр. Бүкіл аяқ киімді 30-33 мыңнан сатып отырық қой біз. Арзан мыналар, бәрі. Бәрі арзан ба? Бүкіл арзан мынаның. Бүкіл. Адреске Республика 19 дейсің да, Манауко деп келе бересің ғой, өзім күтіп аламын. Жігітпен танысқандағы қыздардың типтері. Негізі үйде 6 ағайындымыз. Менен алдын 5 ұл бар. Үйдің жалпы гүлімін бетімнен қақпай өсірген. Албасты немене бере отыр сен мынау паластар жуып таста деп едім ғой саған. Маманы бүйтіп кетесіздер. Осы уақытқа дейін өзім 2 ақ жігітпен сөйлескенмін. Бірден сөйлесіп кетпесе, беріліп қоймаса, бәрінен бері сөйлесіп жатсың. Сәл важный адам екен көрсетсей. Қаяқтан білейін. Мен өзім сәлекені звонда жіберейінші, я танысуға болады. Я Айкор 24-те 7 бос қой, қолым бос. Болмаса үй жаққа қарай өтсе, как раз үйде ешкім жоқ, семчік-пемшікіңді алып, әңгіме қылып, таныстықты осы жақта жалғастырмадық па? Болмайды. Қақын алдым номерімді. Қандай подружкам? Қандай Нұрбол? Кімсің вообще? Звондама маған 2-ші рет телефонмен. Айт соған, мен номерімді әркімге таратпасын. Ишак. Кәз. Айкона 78-67 сол номерін көрші WhatsApp-тан. Түрін көрсей. Алло, жақсы. Мен баяғы көпші жіктіме ұқсайды ғой даусы. Жүрегім дүкілдеп кетті ғой. Сол емес па? Жүрмек сен емес па? Алло, танысам ғой. Қазір екеуміз сөйлесіп бастаймыз. Примерно сен біліп тұрмын ғой мен. Бір апта сөйлесеміз, бір аптадан кейін сен жоғалып кетесің. Мен сені таппай қаламын, жүрегім ауырады. Қара кесек тыңдаймын, сөйтіп қиналамын ғой, я. Алатын болсаң алатын дейді, амайтын болсаң амайтын дейді. Мен уақытым жоқ, сендейлерді көргем. Аласың ба? Я, болады. Түрмен сөйлесетін родноyың. Қара 14 мен келеді, автомат шығарады ғой, прикинь. Натуре ма, братан? Ана балдар тұшып қояды ғой кәдімгідей ше. Не, братан? Оң жағыма қарасам полицейский бар. Сөйтіп бәріміз бірге барып келеміз. Қазір айтып
Қап-қара бейхаменге айтамыз ғой көресің. Қойшы. Айтпаш. Папа ана көрші күректі сұрап жатыр күректі. Алай берсін ба? Онда мен балдармен футбол ойнап қайтам. Қора тазалайын папа. Алдын братаның телефон ап берем деп жатыр еді, берді ма? Бермей қойды. Иә, сенікі дұрыс. Давай. Деп қалған біреу ғой, короче. Бір қолтығында кожаный портмені бар, бір қолтығында кішкене иісі бар. Жа мен Кезгоға кеттім, ә? Барам да келем ғой бір сағатта. Карьера қуып жүрген подругаларым қақтасыңдар я? Қыздар, қазір баяғыдай заман емес. Тұрмысқа шығуға қазір никак асықпаңдар. Ертең жүресіңдер, жап-жасық тиіп аласыңдар да, солардың нәски тірсегін жуып, кішкене баюға тырыссаңдаршы, міне Вавилондағы ең бай адам деген кітапты оқып жүрмін. Сендер де оқыңдар. Қыздар, сендер мені білесіңдер. 20 жастан бастап қандай жетістіктерге жеткенімді. Әсел, сен мысалға салон ашып алсаң болады ше, сенің қолыңнан келеді да ол. Арай, сен мысалы тұрмысқа шығамын дейсің да, асықпасай, машинаңды алып ал, жағдайыңды жасап ал, одан кейін тұрмысқа шығасың. Бұл өмір деген азғантай ғана өмір. Сол өмірде күшті өмір сүріп қалайық та бәріміз. Мама, мен тұрмысқа шық деп асықтыра бермеңіздерші. Мен әлі жететін мақсаттарым білесіз ба? Қаншама екен алға қойған мақсаттарым. Жетіп алайын, жағдайым жасап алайын, байып алайын. Одан кейін любой жігітті өзім шертіп жүріп тауып аламын. Қыздар, шүкір, қазір менде бәрі бар. Көлік бар, үй бар, барлық нәрсені алып тастадым. Қалалардың, елдердің бүкіл жерін аралап тастадым ше. Бірақ бірдеңе жетіспей тұрады жүрегіме. Жүрегім жартысы болмағаннан кейін қиын екен ше. Ақнұр, сен жасың неште? 20-да. Тиіп ал. Бүгіннен қалдырмай тиіп кет. Қаласын айтпесе, карьера, ақша деген ол бірде бар, бірде жоқ. Мені оригинал шалға болсын тиіп алу керек. Сенің құрбың негізі қуат. Сенің жынды класстастарың. Асқар, сабақ айт. Сабақ айт бірачка деп қоясың ғой. Ивонға. Ей, Асқар, читай. Человек. Бір адамды әрен құраған нес? Ой, апайын не істетейін деп жатыр на адамға? Принтермедет? Апай мен әжімсің? Қазақ тілінде неше септік бар? Так, қора жақтағы септік, душтың астындағы септік, дворға су септік, ілік септік, 4 септік бар ғапай. Білім өмір шырағы да қоясың. Сіздің орныңызда сабақ бере беретін білім бар ғой менде. Мен қайта берейін, ә? Мақал жалғастырыңдар. Білім инемен танысы бапты апай. ас атасы, Ас емес, апасы. 7 рет өлшеп. Не істеп жүр? Уақыты көп адам ба, қол бос адам ба, ол сабағын оқымай ба? Апай, медет ән шығады. Интахи, мен боламын красавчик әлі, сыныптар қолдауларым кәні, борап кеш бар мәди. Так, банк маған керек болады ол деген бидон ғой. Ертең сиыр асырасамыз, сүті бар, айраны бар, одан кейін вареньеге керек болып қалады, керек болады бұл. Кітаптар да керек болып қалады. Ертең ауылда туалетіне бумага бітіп қалса ше, сосын не істейміз біз? Кітаптарды сақтап қояйын, ертең вдруг керек болып қалады. По-любому керек болып қалады бұл. Үлкен қызымның қара сумкасы. Так, бұның ішінде не бар еді? Бұл ана күләштің үйіне берем деп едім ғой, қыздары көп қой, сол үй киеді, әйтеуір сабаққа тасиды, керек болады, обал болады, бұны тастаған. Так, мынау не тұрған? Бұл туалетте керек болады ертең маған. Қартайған кезде кіммен туалетке шығарып жүреді мысалға ше. Өзім шығып, өзім үйден жүре берем, керек болады бұлда.